Әдетте біздің ауылмен қарайлас бекеттерде, яғни разъездерде тұратын балалар бастауыш сыныптардан кейін біздің мектепте келіп оқитын. Солардың бірі біздің сыныпта оқыған Анар атты қыз еді. Анар бойшаңдау, денесі тік, мұрны тәмпіш, ерні қалың, қара қыз болатын. Сондықтан ер балалар оны келген күннен бастап негрлерге ұқсатып, негритянка деп мазақтайтын болды. Анар да бала емес пе? Намыстанып, солай мазақ еткен баланы қуып барып ұстап, еш беріспей арпалысатын. 7-ші сыныптан бастап біз Анар екеуміз бір партада отырдық. Осы жылы бір күні 8-ші наурызда сабақ арасында партамыздың астынан Анар екеуміз қағазға орап қойып кеткен, ішіне Айжан мен Анарға деп жазылған бет орамал, открытка, әтір салынған сыйлық тауып алдық. Үзіліс кезі еді. Анар орнынан атып тұрды да, сыйлықты партаның үстіне сарт еткізіп тастап, айқайлап: «Әй, ұятсыздар, мынаны істеген кім? Кәне, қайсың? Біз сендерден әтір сұрадық па?» деді. Бәрі шулап далаға шығып, бірін-бірі қуып жүр. Ешкім тыңдаған да жоқ. Керісінше бір бала тұрып: «Әй, негір, не деп айқайлап тұрсың?» дегені сол еді. Анар жыны ұстап, әлгі баланы қуа жөнелді. Бәрі жайына қалды. Мен әлгіні партаның астына қоя салдым. Сабақ басталды. Анар да ентігіп кіріп келіп, кітабын алып жатып, ашуланып: «Оңбағандар» деп күбірлеп сөйледі. Маған қарап: «Осыны істеген кім екенін байқап жүрейік. Тапсақ аямаймыз» деді. Мен де Анардағыдай ашу да, өкпе де, кек те жоқ. Олар сыйлықтар бергені үшін неге ұятсыз, неге оңбаған болады? Бұл көріністің соңы неге ұласады? Оны ойламадым. Еш бұрыс нәрсе көрмеген сияқтымын. Анар неге ашулы деп таңғалдым. Бірақ Анар менен көп білетін шығар деген оймен Анардың айтқанына басымды изедім. Анардың мінезі ашық, эмоцияға тез берілетін, өткір болатын. Ал мен ұяң, сабақта айтып, жақсы оқығанмен бұлайша көп сөйлемейтінмін. Кейде Анар: «Айжан, сен осы ана-мынауға былқ етпейсің. Қалай шыдайсың? Есіл-дертің сабақ» дейтін. Анардың осы сөзіне қарап, бірде мен де Анар қуған баланы бірге қуып, арпалысып, сілкілесем бекен деп те ойладым. Бірақ ол қолымнан келмейді. Тіпті маған жараспайтын сияқты көрінді. Ал Анар қуса, еш әбестігі жоқтай. Сондықтан Анарға сенетінмін. Анар айтпақшы, қанша байқап жүрсек те, әлгі сыйлықтар кімнен екенін таба алмадық. Иесі жоқ сыйлықтар болып қала берді. Бірақ осы сыйлықтар Анар екеумізді қатты жақындастырды. Анда-санда сыйлықтардың иесі кімдер деп ойланатын, жақын пікірлесетін болдық. Анар бізге физика пәнінен сабақ беретін жас маман Ұлболған апайдың үйінде жататын. Естуімше, ата-аналары қайтыс болып кеткен. Апай інісімен екеуі ғана тұрады екен. Ұлболған апай да, інісі де ажарлы. Апай тіп-тік жүретін, ашық, жарқын мінезді, белсенді жұмыс жүргізетін, жігерлі, жас ұстаз болатын. 19 май пионерлер күнінде мектептен бірнеше белсенді пионерлерді жинап, бір күн бұрын алып барып, тынықтырап, дайындап, аудан бойынша өтетін дружина жиынына қатыстыратын.
біздің мектептің атынан маған рапорт бергізетін. Ата-аналарымыздан сұрап алып кетіп, қайтып әкелетін. Апай солай үлкен алқалы топ ортасында жігерлі ашық дауыспен рапорт беруге үйреткен болатын. Анар екеуміз апайдың жүріс-тұрысына қызығып сырласатын болдық. Осылай өтіп жатқан күндердің бірінде ел ішінде ұл болған апай 2 қабат болыпты деген әңгімені ести бастадық. Бірақ мен апайды ондайға қимағандықтан ба, әлде біреудің ішкі сырына кіруге ұялдым ба, Анардан сұрай алмадым. Ол кезде апайдың інісі армияға кеткен болатын. Сонымен оқу жылы аяқталып, жазғы каникулға шығып кеттік. Келесі оқу жылы басталғанда мектепте ұл болған апай болған жоқ. Сонда ғана Анардан ұл болған апай қайда деп сұрадым. Анар бұрынғыдай эмоция жетегіне кетпей, бейне бір есейіп қалған кісідей баяу үнмен маған сыбырлап сыр шерте бастады. Ұл болған әпкем кімнен 2 қабат болғанын анама айтты деді. Анардың анасы ұл болған апайдың әпкесі болатын. Содан әкем мен анам әлгі жігіттің атын айтты, туыстарын, үлкендерді разъездегі үйге шақырды. Ұл болған әпкем вечер болғанын, вечер соңында шығарып салғанын, одан соң не болғанын бәрін айтты. Мен де әпкеме келгенін көргенмін, соны айттым. Бірақ жігіт еш мойындамады деп Анар ұзақ ойланып отырып қалды. Мен де үнсіз. Анарды 3 айда есейтіп жіберген осындай тағдыр талқысы, мен сұрауы бар, жауабы жоқ ойлар екен ғой деген ойда қалдым. Анарға қарап, біздің есейген адамдарда көп тыңдауымыз, пікірлесуіміз, тәжірибелі ұстаздармен бірігіп жұмыстар жүргізуіміз терең ойларға жетелеп, есею кезеңдерінен өткізеді екен-ау деген қиялдарға шомылдым. Арада уақыттар өткенде ұл болған апайдың мектепте бірге жұмыс жасаған құрбысы өзінің әйелінен ажырасып жүрген інісіне қосыпты деп естідік, білдік, көрдік. Апай басқа бір оқу орнында сабақ беріп, сол кісімен бірге ғұмыр кешті. Білгенде, көргенде, 2 отбасында да уайымсыз тыныштық орнады. 2 кісіге де біріне әке, біріне ана бақыты бұйырды. Отбасының шырағы жанды деп қуандық. Ешкім тағдыр тәлкегіне түсіп, өмірде далада қалғандай, ешкімге керексіз болып, жаны жабырқап қалмаса екен деп тілеймін.